Көрермендер, бұл өнер арнасы. Арнаға жазылып, пікір қалдырып, белсенді отырыңыздар. Біз бүгін әлемдегі ең танымал ютубер туралы айтамыз. Әлемдегі ең мейірімді адам Месси емес, немесе Роналду емес, мистер Бист. Әлемдегі ең көп жазылушысы бар ютубер өзінің ессіз идеяларымен, үлкен жүлделері, жарыстарымен танымал. Осы жолы мистер Бист шынайы игілік жасауды мақсат тұтты. Ол Кения, Зимбабве сияқты шалғай Африка елдерінде 100 құдық қаздырды. Бұл құдықтар ондаған шақырым жаяу жүрмей-ақ ауыз суға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл миллионнан астам адамның өмірін өзгертеді. Бірақ ол мұнымен тоқтап қалған жоқ. Мистер Бист мектептерді жөндеуден өткізіп, балалардың білімін жақсарту үшін компьютерлер мен бейнепроекторлар орнатты. Зимбабведе ол тіпті велосипедтер сыйлап, көптеген отбасыларға мобильдік сыйлады. Сонымен қатар мистер Бист мыңдаған зағип адамдардың көздерін қалпына келтіріп, олардың өмірін жақсартуға көмектесті. Мистер Бисттің шын есімі Джимми Дональдсон. Америкалық танымал ютубер. Ол ерекше видеолармен және ерекше көңілді видеолар, челлендждер, ойындар туралы шоулар, сондай-ақ өмір туралы қызықты видеолар жариялайды. Мистер Бисттің YouTube каналындағы видеолары көрермендерді тартып, оларға қызықты әрі күлкілі контент ұсынуға бағытталған. Оның видеолары жастар арасында да өте танымал, ал каналында миллиондаған жазылушылар мен қаралымдары бар. Сонымен қатар оның арнасы жастар арасында танымал болғандықтан, ол жас аудиторияның көңілінен шығатын видеолар түсіреді. Оның видеоларында әртүрлі тәжірибелер мен креативті идеялар көрермендерге жаңа нәрселерді үйретіп, қызықты уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Ол үнемі жаңа контенттер ойлап тауып, тың идеялармен бөліседі. Мистер Бисттің нақты байлығы туралы ақпарат ашық көздерде жарияланбаған, сондықтан оның қаншалықты бай екенін дәл айту қиын. Алайда ол ютубта кең танымал болғандықтан, жарнамалардан, келісімдерден табыс табуы мүмкін. YouTube-блогерлердің табысы айтарлықтай жоғары болады, әсіресе егер олардың видеолары миллиондаған қаралым жинаса. Мистер Бисттің де дәл осы жолмен табыс табуы ықтимал.